Өмірде ер азамат керек. Ер азаматы бар, үй бөлек болады. Ер азаматы жоқ, үй бөлек болады. Ер азаматы бар, әйел бөлек болады. Ер азаматы бар, әйел бөлек болады, қыздар. Ер азаматы жоқ үйге ана ит те кіргіш болады, мына ит те кіргіш болады, қыздар. Ер азаматы бар үйге күйеуі бар ма мына кісінің деп сұрайды бірінші. Иә, бар дейтін болса, ол үйге жоламайды. Потому что ол үйді өзі охранять етіп отырған, өзінің охранасы бар екенін біледі. Мен түсінемін, қазір кішкене жассың, массың, әдемісің, сұлусың, прям бала туыватсың, матка по полной жұмыс жасап отыр. Мен түсінемін, қыздар. Бірақ ер азамат қатты сырт тастамаңыздар, ертең сізге керек, қазір керек емес. Өздерші керек. Сол үшін осы ғой бір иногда болып кетеді, қыздар. Кеше сүйген жігітіңді, кеше сүйген күйеуіңді бүгін жақсы көрмей қаласың. Это нормально. Это нормально. Махаббат өшті, сөнді демеңіздер. Это у вас просто начался быт. Когда бывает непонимание, это нормально. Значит, вас ждет следующий уровень отношений. Келесі, бір неге, мысалы, екінші этажға көтерілу үшін ступенькаларға көтерілуіміз керек қой. Тура солай, отношенияның екінші этажына шығу үшін кішкене сөйтіп кішкене көтерілу керек. Сол бір неде тұрып қалмаңыздар, это нормально. Бірақ мақсат болу керек, қайда барамыз біз? Мынау керек қой деп. Себебі сол үшін айтамын, отбасылық өмірде ерлі зайыптылар күніге бір-бірін таңдау керек. Күніге. Тидік қой осыған. Тидік, болды деп ол емес. Тигендегі таңдағаның бөлек, кешегі таңдағаның бөлек, бүгінгі таңдаған бөлек. Күніге. Ұрыс баласында сол сияқты күнде ер азаматтан кешірім сұрап отыру керек. Не үшін кешірім сұрайсыздар? Ол да сенен кешірім сұрайды, ақымақтық үшін. Араларыңызда коммуникацияны. Сіз біреуден кешірім сұраған кезде, сіз үлгі боласыз, анадан ұялтасыз, но менен келіп кешірім сұрады ғой, несіне кешірім сұрасам екен деп. А күйеуден тем более. Потому что біз тілімізбен көп вред жасаймыз күйеуімізге. Менің де тілім жаман, мен еще мына көрдіңдер ма, тіліммен жағыма сүйіп қалғам ғой. Еще оққам ғой, мен еще соны оқуын. Мен по факту айтып жіберем ғой, тура жіберем. Мен иногда өзімнен қорқам, қыздар. Сіздер өздеріңізді қорықпайсыздар ма? Сені мына тіліңмен любой тура жібересің, күйеуді қоя сал. Күйеу деген не ол? Оған бала туылсасына мяулатып қоясың ғой оны. Болды ғой, мяу қоясың ғой. Десе бетін кокоспен бір ұрасың, пикоспен бір ұрасың. Мысалы, бөпелерің болса деймін да. Болды, аузын жаба салады. Көрсетпеймін мына баланы. Кетем деші, мяулайды да қалады, қыздар. Сол бірінші байларыңмен ақ бақытты бола беріңдерші. Мен сияқты ақымақ болмаңдаршы, бетпақтыққа салынбаңдаршы, эгоға мінбеңдерші, білгендеріңді істемеңдерші. Бірінші байың, екінші байың де сондай ақ, сондай ақ. Мен екінші рет тұрмысқа шықтым, қыздар, сіздерге қанша рет айтам, қыздар. Вот это все говно заново начинать. Вам нужно, сен уже жасың 35-ке, 40-қа келіп қалдың, сен қайтан сонымен бейт келін болып отырған, нахрен не нужно. Аяқта 20 жыл өмірін тастап кетіп, қайтан аяқта начинать. Уақыт жоқ, қыздар, уақыт жоқ. Күйеуіңмен тіл табыса берші, уже 20 жылың өтіп кетті ғой. Уже 10 жылың өтіп кетті ғой, бота. Бәрібір еркек десешін, бәрібір еркек, бәрібір қатын. Қолымыздағы барымызды бағалап үйренейік, бірақ ол үшін әйел адам эгосымен жұмыс жасау керек, қыздар. Әйел адамға өте мықты бір қолына қару береді, ол бала. Әйел адам сол еркектен бала туған кезде сәл өзін жоғары қояды, сәл бүйтіп бір жап есікті, бала жылап жатыр деп сөйлейтін кезге келеміз. И күйеу сол кезде уже уязвимый болып қалды да, күйеуші бала тудың ғой сен одан. Тура сол өз сияқты тұра албасты да біреу тудың ғой. Бірақ албасты деп тұрған жоқсан, деп тұрсын да. Ондай болмайды ғой, қыздар. Папасы жаман, баласы жақсы деген болмайды ғой, қыздар. Сол үшін Аллах тағала әділ ғой. Әдейі андай не көтеріліп кетпесін, эголарын көтеріліп кетпесін, баланың эгосы көтеріліп кетпесін, жаңағы кімнің, әйелдің эгосы көтеріліп кетпесін деп, сондай ең жаман жерінен жаратқан ғой баланы. Ең керек емес, тфу деп түкіріп тастайтын жерінен жаратқан. Сол үшін біз әр кезде де білуіміз керек әкеміздің қай жерден шыққанымызды. Себебі бізде эго деген нәрсе бар. Нәпсі. Әрқашан азанда тұрғаннан кешке жатқанша сол нәпсімен күресеміз. Сіздер білсеңіздер. Нәпсіні тойдырамыз. Сол нәпсінің ішіне күйеу де кетіп қалады ғой.
өзің де кетіп қаласың. Сөйтіп қарасаң күйеуің нәпсісін өсіріп жүргенсің. Негізі бір жеріңнен ұшырып жіберуің керек еді да, Марсқа ше. Жоқ, сен оны басқаша қылып Марсқа ұшырып жібердің да, төбеңе отырып алғанда уже ше. Бағана күліп отыр ғой ана жерде біреулер. Деп. Болды, ол күйеуің сені сөйтіп күлме, болды, ол опасный для тебя. Ол опасный. Қыздар. Азанды кеш айтып отырамын, өздерің жақсы көріңдер, сыйлаңдар, бағалаңдар.